Сәлеметсіз бе, құрметті әріптесім. Біз бүгін онлайн тақтаның тағы бір түрімен танысатын боламыз. Өткен сабақта мен сізге Padletте қалай жұмыс істеу керектігін көрсеткен болатынмын. Бүгін біз Google'дың Jamboard тақтасымен жұмыс жасайтын боламыз. Алдымен жұмысты бастамас бұрын сіз өзіңіздің компьютеріңізді, яғни Google'да ашқан кезде іздеу жолын оң жақтан, экранның оң жақ жоғары жағынан Gmail аккаунтыңыздың қосылып тұрғанына көз жеткізіңіз. Одан кейін төмендегі приложение Google деген батырманы табыңыз. Осыған басып, Jamboard тақтасын тауып аласыз. Міне тұр ол. Ашамыз. Ашқаннан кейін бізге алғашқы жұмыс тақтасын шығаруымыз керек. Ол үшін экранның оң жақ төменгі бөлігіндегі қосу батырмасын басыңыз. Қазір бізде тақта ашылады. Міне біздің ең басты тақтамыз ашылды. Бұл тақтаны сіз онлайн оқуда да, офлайн оқуда да қолдана аласыз. Офлайн оқуда, яғни мектепте оқу барысында сіз тақтаны интерактивті тақтадан ашып қойып, сол жерде өзіңіз де жұмыс жасап, тақырыпты түсіндіріп, немесе оқушыларға да қолдануға мүмкіндік бере аласыз. Ал онлайн оқуда, яғни қашықтықтан оқыған уақытта, сіз бұл тақтада оқушылармен бірлесе отырып жұмыс жасай аласыз. Ол үшін сіз доступ ашасыз, яғни сілтеме арқылы оқушыларға бірлесіп жұмыс жасауға мүмкіндік бересіз. Қазір алдымен мен сізге мына сол жақта тұрған осы тақтаның жалпы функцияларымен таныстырып өтемін сізді. Ең бірінші, мында бізде холст ақ болып тұр, яғни фонымыз. Бұл фонды өзгертуімізге болады. Сәйкесінше математика пәні болса, қазақ тілі пәні болса, немесе оқушыларға толық көрінсін, жазу анық көрінсін десеңіз, мысалға осы фонды таңдауға болады. Ары қарай. Сол жақтағы ең бірінші белгі бұл қалам, фломастер, маркер және кисть дегенді білдіреді. Сәйкес түсті таңдап, біз тақтада осы түс арқылы жазуға мүмкіндік аламыз. Кез келген жазу, есепті түсіндіретін болсаңыз да, немесе басқа да қандай да бір тақырыптарды сызба арқылы түсіндіретін болсаңыз, жазып түсіндіретін болсаңыз, осы қаламды пайдаланасыз. Одан кейінгі функция бұл өшіргіш. Бұны барлық ұстаздар жақсы білетін болар, кез келген адам біледі ғой, бұны өшіргіш екенін. Бұл бізде өшіргіш. Үшінші функция бұл нұсқар. Бұл нұсқарды сіз егерде тақтаға суретті орналастыратын болсаңыз, сол суретті жылжытуға қолданасыз. Келесі функциямыз стикер деп аталады. Бұл стикер менімше математика пәнінде формулаларды жазып қоюға ыңғайлы. Мысалы, қашықтықты табу формуласын жазып қоятын болсақ, оқушыларға қашықтықты табу үшін жылдамдықты уақытқа көбейтеміз деген формула болатын болса, осы формуланы міне нұсқар арқылы бір бұрышына шығарып қойымызға болады. Немесе жылдамдықты табу формуласында. Мысалға. Қашықтықты уақытқа бөлеміз. Міне. Осылай оқушылардың есінде әрдайым сақталып тұрсын, немесе көз алдында тұрсын десеңіз, стикерді қолданасыз. Формуланы жазу үшін, немесе ережені жазып қою үшін, қандай да бір ескертуді жазу үшін қолданасыз. Келесі функция бұл добавить изображение дейді. Сіз өзіңіздің компьютеріңізден, рабочий столдан кез келген суретті жүктеп, сол суретті оқушыларға көрсету арқылы тақырыпты түсіндіруге, немесе оқушыларға орындата аласыз. Міне ол сурет. Бұл суретті үлкейтіп кішірейте аламыз, әрине. Және де бұл жерге маркерді алып, оқушылар немесе өзіңіз жазып көрсете аласыз, түсіндіре аласыз. Оқушылар жазу мүмкін, немесе өзіңіз жазу мүмкін. Мүмкін бір жерін сызып көрсетесіз. Міне сол үшін.
Және бұл жерге тағы бір айта кететін жайт, сіз оқулықты да шығарып қойып, оқушыларға тақырыпты сол жерден бірден есепті де түсіндірсеңіз болады. Мысалға, мына жерден ашып көрейік қазір. Оқулық KZ-ті аштым. Онлайн оқулық. Осы жерден оқулықты мысалға сканерлеп алуымызға болады, скриндап. Ол үшін клавиатураңыздағы оң жағында жоғары бөлігінде принт сканер деп тұрғанды басасыз. Принт скриншот. Соны Jamboardқа келіп Ctrl-V клавиатурасы арқылы орналастыратын болсаңыз, біздің жаңағы скринделген оқулығымыз осы жерде ашылады. Ашылғаннан кейін сіз дәл осы жерде оқушыларға бірден есепті сызып түсіндіріп көрсете аласыз. Яғни суретті де бұнда жүктеуге болады. Келесі батырма геометриялық фигуралар. Міне көріп отырғаныңыздай. Қолмен сызатын болсаңыз, әрине тақтада ыңғайсыз болады, қисық кетуі мүмкін. Ал мына функция арқылы сіз кез келген геометриялық фигураны тақтада оқушыларға сызып көрсете аласыз. Үшбұрыш болсын, немесе шаршы болсын, міне тағы да дөңгелек болсын, кез келгенін көрсете аласыз. Төрт бұрышты. Міне. Және келесі функциямыз бұл текстовое поле, яғни тексті жазу барысында қолданатын боламыз. Бұны басу арқылы сіз тақтаға кез келген мәтінді тексті тере аласыз. Ең соңғы функция бұл указка, лазерная указка деп аталады. Оқушылардың назарын аудару үшін сіз осы указканы пайдаланып, оларға көрсете аласыз. Сәйкесінше ол артынша бірден жойылып отырады. Міне. Енді тақтада жазылған барлық материалдарды бір ретпен өшіргіміз келетін болса, очистить фрейм деген батырманы басамыз. Тақтамыз тап-таза болып қалды міне. Сіз бұл тақтаны дәл осылай сабақты түсіндіру барысында интерактивті тақтадан көрсетіп, оқушылармен жұмыс жасай аласыз. Ал егер сіз қашықтықтан оқытатын болсаңыз, онда оқушылармен тақтада бірлесіп жұмыс жасайсыз. Бірінші бетті сіз өзіңіздің түсіндіру жұмысыңызға қолдануыңызға болады, ал екінші беттерді, үшінші беттерді сіз оқушының жұмысына қолдануыңызға болады. Онда да фонды өзгерте аласыз. Мысалы, Айгерімге сіз екінші бетке бірінші тапсырманы орындауды тапсырсаңыз, Батыр деген оқушыңызға мүмкін сіз төртінші тапсырманы орындай бер деп айтасыз. Яғни бұл жерде сіз бір ғана бет емес, бірнеше бетті ашып, ол беттерге оқушыларға тапсырманы орындауды ұсына аласыз. Енді сіз қалай оқушылармен бірлесе отырып бұл тақтаны қолдана аласыз? Ол үшін әрине доступ беруіңіз керек. Доступ беру үшін настройки доступа дегенге басасыз. Міне, осы жерде предоставить доступ деген жазу тұр, міне көкпен. Соны басамызда қараймыз, учебное заведение деп тұр. Егер осылай тұрса, біз бұл жерді өзгертеміз. Доступны пользователям, у которых есть ссылка деп. Осыны бассаңыз, сіздің оқушылар сілтеме арқылы еркін өте алатын болады. Енді келесі мына жақтағы, оң жақтағы жазуға назар аударыңыз. Бұл өте маңызды. Егер де сіздің оқушыңыз жоғары сынып оқушысы болатын болса, сіз міндетті түрде тақтаны оқушылармен бірлесіп пайдаланатын болсаңыз, онда оларға сіз редактор дегенді қоясыз. Яғни оқушылар да сіздің тақтаңызға сілтеме арқылы қосылып, сіз көрсеткен бетке тапсырмаларын орындай алады. Ал егер де сіздің оқушыларыңыз бастауыш сынып оқушылары болып, олар кішкентай сурет салып тастайды деп қауіптенсеңіз, онда сіз бұл жерде тек қана читатель деп қоясыз. Онда сіздің оқушыларыңыз сіздің тақтаңызды бірлесіп қолдана алмайды. Барлық настройкасын жасағаннан кейін
ссылканы копировать ссылку деп аласыз да, содан кейін өзіңізге ыңғайлы мессенджер арқылы оқушылардың чатына немесе ата-аналардың чатына саласыз. Готово дегенді басуды ұмытпаңыз. Міне онлайн оқуда да, офлайн оқуда да өте тиімді, ыңғайлы, көрнекті, оқушыларға да жұмыс жасауға барынша мүмкіндік тудыратын осындай Jamboard деген тақтамен жұмысты бастап көріңіз. Сәттілік!